Сәлем достар, сен бүгін Райка және бүгінгі видеода бүгін мен көріп тұрғанда KFC-дан осындай бір лаваш сияқты нәрсе. Потом бізде осындай екі аяқтар куриный. И, конечно же, суши жартысы қалды. Сол жартысын бүгін сізге жеп көрсетемін. Міне достар, мен сушиді прям любитель емеспін, сондықтан маған 2 рет или 3 рет жеймін болды, себебі прям любитель емеспін, сондықтан давайте бастайық достар. Мен бүгін ешқандай әңгіме айтпайтын боламын, себебі менде пока что идея жоқ, сондықтан просто мен мукбанг жасап жеймін. Кеттік достар. Давайте суши мына жерге батырамыз. Кеше біз барлығын заказ береміз, және жартысын осы ғана қалдым, жартысын көп заказ береміз, бірақ бүгін түсіріп тұрдым. Давайте енді ет жейік достар. Қазір. Сочненький. Дәмді екен. Сол екен достар. Бүгін мен суши ем достар, себебі мен бүгін магазинға барадым и уже түн болды.
Өте дәмді достар. Енді достар, мынаны жейік. Үстінде икрасы бар. Екі ақ вкус бар достар. Біреуі мынау, бағамен жегенім, және мынау. Икрамен жеген. Вот. Так, достар, қазір менде кетчуп бар. Соны кішкене бүйтіп сығып аламын. Вау, сочно будет, достар. Вот, достар. Мә, қалай дәмді, достар. Ыстығын-ай. Давайте. Ыстығын-ай. Кетчуппен дәмді екен бұл. Күшті достар. Енді тойып қалып жатырмыз достар. Достар, мен уже суши жегім келіп тұрған жоқ, білмеймін неге, себебі маған самый андай не очень даже қалды да соңында. Вот. Енді қазір пока что суши жегім келіп тұрған жоқ.
Так что біз қазір видеоны осы тағаммен аяқтаймын. Дәмді. Сіздер KFC-ға барып осылай үйде бір заказ беріп көрдіңіздер ме? Комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай KFC, там суши, пицца заказ берсеңіздер үйге, там білмеймін, World, Chocofood ба, қалай сондай Glovo. Біз заказ бердік KFC-ді. KFC келді. Мен кеше заказ бердім, бірақ кеше жегім келді да. Бірақ қатты қарным ашпады, себебі мен сіздерге арнайы мукбанг жасағым келді, себебі жайдан жай мен тамақты жегім келмейді. Вот, достар. Давайте бастайық. Сыр бар екен, достар. Дәмді екен. Арзан екен, и өте дәмді екен. Мына жағында сыр бар екен. Комментарийға жазып кетіңіздер, мен қандай не туралы әңгіме айтайын. Мен өзімнің будущем туралы айттым. Өзім туралы айттым. Тағы не айтайын, достар. Комментарийға жазып кетіңіздер, мен сіздерге лайк басамын, самый маған ұнаған варианттар. Вот. Менде өсіп келе жатқан канал болғандықтан мен барлығы комментарийда лайк басам, сондықтан сіздерде бассаңдарыңыз болады. Жазсаңдарыңыз, то есть. Ал менде уже 1000 подписчик болғанда, және там көбісі жазады комментарий, 500 000 комментарий жазғанда, өзіме барлығын өкінішке орай лайк баса алмаймын, но тырысамын. Маған ұнағандар. Давайте. Вот. Келесі рет мүмкін пиццамен болуы мүмкін. Себебі біз кеше пицца аз келді ғой, бір-ақ пачка келді. И оның ішінде 8 болған шығар, біз оның бәрін жеп қойдық. Сондықтан оя пицца біліп тұр, что қалмайды. Достар, бірақ мен
үйдегі пицца жасап сіздерге жеп көрсетуім мүмкін мукбанг жасап. Сіздер ондай қаласаңыздар жазыңыздар комментария. Мен оқимын барлық комментарияны. Өте дәмді. Вот достар, мен қазір сосын бітемін. Қазір ішіме сыймай жатыр достар. Нелер, крылышки бар, сыймай жатыр прям ішіме. Болды достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге менің мукбагым ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет до конца қарағандарыңызға. Және осы видео сайын сіздер комментарий жазыңыздар, мен не сұрағанымды және жауабын. Мен буду лайкать достар. Сіздермен болған Нұрайка. Қош сау болыңыздар достар.